Мынау тұрған жеріміз Ақұйық өзенінің аяқ жағы. Бас жағында ең бірінші Сыбан ата бар. Өз төрт арыс Қырғызданның. Оның бер жағында мына Ақтамтайдың аяқ жағында Шоңда Абыз ата бар. Арғы өзеннің арғы жағасы Жәдік ата. Осы мына аяққы жақта жалпы кіші бала көбек ағайындардың жері болған. Мына жерде Ақтайдың бауы дейді. Ар жағында Қоқанбай деген кісінің бауы болған. Оның ар жағында Жәдік Құдайназар деген кісінің бауы болған. Осы өзеннің бойы түгелімен тал бау болған кезінде. Колхоздастырудың кезінде ұстаға көмір керек болып, ағаштардың бәрі кезінде қырқылып кеткен, тоғайлар қамаған келді. Жалпы осы төрт арыс Қырғызстанның өсіп өнген жері осы Ақұйық өзенінің бойы. Болса да әбекеңнен кейін жетілген азаматтарымыз ғой. Менің жобамда сол 68-70-дің маңайында осы өзеннің басы жалпы отырған бір атар қой болатын. Үй кәдімгі біріне бірі ерулікке барып, бірін-бірі шақырып, қос үй тігіп отыратын қойшылар болатын. Сол кезде қой сауы деген мәселе болатын. Қой сау осы өзен аяғында мына тұмсықтан бір айналмада бір қараша кім еді аты? Ой, Құдай, Серқұл деген жездеміз бір елді басатын. Сонда есекке артып жібереді, екі піляк сүтті бір есекке артып, соны тайпақтан соған сүт таситынбыз бала кезімізде. Біздің есімізде қалғаны. Енді осында кішкентай жас кезіміздің бәрі жастық шағымыз осында өтті ғой. Осында көкпар шаптық. Осында жаңағы мал бағып, осы есейіп, ер жетіп, сол үлкен ер ағалардың соңынан еріп, ал енді қазір сол балдардың айтқанымен істеп, сол Алматыға кетіп тындық. Сол Алматыдан келдік. Ал енді мынау баяғы біздің өзіміз жүрген жерлеріміз. Талай шырқыратып көкпар тартқан жерлер. Алтыйдың ауылына Талсуға барып, Тайқонанменен қауын ұрлаған жерлер. Бәрі сайрап тұр. Көкірегімізде сайрап тұр. Бұл тарих қой енді. Міне осылай замана біртіндеп өзгере береді деген, заман өзгермей, адам өзгермейді деген заманына қарай амалы. Сол енді осы қазір жайлау елдің есінде ғана қалды да, burada енді жазда жайлауға малшылар келеді. Енді қалған жайын жатқан жер еді. Былай қарап тұрсаң жер жаннаты ғой. Жер үй Қосүйеңкі деген осы. Ынтымақтың өзені деген осы. Бүкіл төрт арыс Қырғызалы осы ынтымақтан басынан аяғына шейін, мынау аяғы Естекбелге шейін осы отырды жағалап отырған төрт арыс Қырғызалының балдары. Міне соның ұрпақтарымыз, сол аталарымыздың басына келіп зиярат жасайық, қолымыздан келген тірлігімізді істейік, ата бабамыздың есімізді алайық, білген Құрғанымызды оқиық. Әйтеуір мынау артында қалған ұрпақтан не қалады? Артында тек Құран ғана, басқа ештеңе. Анаяға бірдеңені арқалап кетті деген адам естіген жоқпын. Сондықтан ағайын ауызбіршілігіміз болсын, мына беріп атқан асымыз қабыл болсын, сонша жерден жұмысын тастап, тірлігін тастап келіп атқан мына өздерін құсаған азаматтарға мыңда бір рахмет. Алла разы болсын. Жігіттер өсіңдер, өніңдер. Сондықтан бәрі осы сендердің тірліктер. Бізде міне 70-ге келіп қалдық. Тек осы балдардың істегендерін қызықтап, солардың білмеген жерін айтып, білген жеріне болса да, болмаса білгенімізді қосып деген сияқты. Басқа біздің қолымыздан келмейді. Біздікі тек көру. Тек сендердің осы істеп жатқан тірліктеріңді, қызықтарыңды тамашалау, соған қанағат жасау, қанағат өте жақсы нәрсе. Қанағатта болайық, ауызбіршілікте болайық. Мынау Қаратаудың етегіндегі Қырғызаларды қаңыра шаңырағында бүгін ата-баба рухына тағзым деген үлкен ас өтіп жатыр. Сол асқа жиналған қауымдарға осы өткен тарихтардан кішкене мағлұмат берсек деп отырық. Осы біз тұрған жерден жоғары қарай Ынтымақ өзені, оның былайғы бетінде Құланшы өзені, осы біздің ата-бабамыздың қонысы болған кезінде. Бұл жерде 30-шы жылдары Ынтымақ колхозы құрылып, 57-ші жылы совхоз құрылғаннан кейін барлық осында отқан колхоздар таратып, Қосүйеңкіге көшіріп, сол жерден топтастырылған. Содан кейін бұл жерде халық тұрмағасын малдың жайлауы болып қалды. Кеше енді осында Ынтымақта туған біздің тұлғаларымыз жетеді. Өткенде құладар болсаңыздар, Қосүйеңкілік тұлғалар деген кітап жазып шығардық Майғырашпыз. Сол кітаптың ішінде осы Қосүйеңкінің Ынтымақтың
бізге қатар жатқан Талдысудың тарихтары бар. Сондықтан кеше мына қазір картаны көресіздер. Біз Қырғызалы ата отырған Сыры қыстауы, Сырды қыстаулық жаста тауды жайлап жатқан 150-дің үстінде жер суаттары бар екен. Соларды мына картаға түсіріп, бүгінгі ұрпаққа бабаларың осындай жерлерде деген етпен картаны жасап келдік. Көресіздер, бағасын бересіздер. Егер қалып жатқан мына жерде бәрібір де есте қала беруі мүмкін. Өзіміздің есте бар нәрселерді жаздық. Ол карта енді мемлекеттік емес, қалған жерді түзеп келесі жылы жақсылап бұдан да көркемдеп шығаруға болады. Сондықтан мынау бүгінгі өтіп жатқан асымыз берекелі болсын. Өзі Құрбан айттың сәтіне келіп отыр. Бүгінгі шалып жатқан құрбандықтарыңыз қабыл болсын. Асымызды ауызбіршілікпен, ынтымақпен өткізуге нәсіп етсін. Аумин, Аллаху акбар. Тілегім ой, аумин. Allah bereketini versin, amandığını, dini sağlığına, istеген tırgı kollarının kabul olsun, muratlar asıl olsun, amin. Алматы мен Астана қаласында тұратын Қырғыз ата ауылының ұрпақтары арнайы ағайындарға ас беріп жатыр. Бүгінгі күн қонақасы. Содан алыс жақыннан осы қонақаға жиылып, ол кешкі асты беріп отырмыз қонақасын. Енді осы бүгін құрбан айттың соңғы күні таңертең құрбандық шалып түсті жеп, жаңағы кешкі асқа тағы бір малдың етін қосып, бір жағы құрбан айтты атып өтіп жатырмыз. Енді осы жерде Алматы, Астана қаласына келген осы өкілдер бар. Сол кісілерге бір ауыз сөз беріп жүрейік. Мынау ағамыздың басында, ағайынның қасында дегендей, мынау біздің ата-бабамыздың мекен жайы, жаз жайлауы, осында біздің ата-бабамыздың ізі жатыр. Содан кішкене біз құлағдарымыз, біз өзі кішкене бала болдық. Мынау енді соның қарсаңында Дүкенбай көкеміздің де аталып өтелетін датылық жылы болып жатыр екен. Келесі жылы 85-ін өкімет атай жатар. Мынау енді ас беріліп жатқаннан кейін, мынау жоғарырақтан үлкендерден бізге дәсие келді. Дүкенбай көкелерінің биыл 84 жасы, сол аталады деді, соған қолымыздан келгенше осының істің басында жүрген жігіттер, өзіміздің жастарымыз бар, ел басқарып жүрген жігіттер бар. Мынау Астанадағы жастар болса, мынау Астанадағы мынау өзіміздің ініміз, сол Астананың президенті, ініміз бар Анарбай. Осы бәрі енді осы елдің ішінде жүрген азаматтар ғой. Осындай жиынды қатысып, осындай жиынды өткізіп жүрген азаматтар. Бірақ дегенмен енді бір құлағымыз елде болды біздің. Сөйтіп шамамыздың келгенше, осы бүгін жиылып, сіздерге қызмет жасайық. Бізге берілген тапсырма Алматы мен Астана
елге биыл осы нені өткізу бізге жүктелген екен. Демек соның басқасында өзіміз қызмет қылайық. Аяғымызға тік тұрып, осы елдің баласын бір өшелер өсіп өндіріп, сондықтан біздің сіздерге қызмет жасауға ақымыз бар шығар. Ал енді біздің қызметте біліңіздер, жаңа мынау мейрамбегеніміздің айтып жатқанда дұрыс, оның бәрінен құлағдарымыз бәке. Оны естіп адам көксін, ұлықтау бәрі бар. Ертең көре жатасыздар, кемдерді болса айтасыздар, ал енді біткен іске сыншы көп дейді, дегенмен кемсіз нәрсе болмайды, ол кем болуы да кем деп айтасыз, артығын артық, кем деп айтасыз. Ал енді мынау біздің біріншіден беріп жатқан асымызды Алла қабыл етсін. Мен құрбан айттың соңғы күні Алла тағаладан бар жақсылықты тілеп, еліміздің бірлігін, ағайынымыздың амандығын, ұрпағымыздың өсіп өнуін, бар жақсылық тілейміз ғой, басқа не тілейміз? Сондықтан бар тілегімізді тілеп, құрбанымызды шалып жатып, кейінірек біз келдік. Мұны өздеріңіз бұл қонағасыға қатысып жатсыздар, отырыстарыңыз орынды болсын, көңілдеріңіз жай болсын. Біз шамамыздың келгенше сіздерге қызмет жасап көрейік. Осы қабылдағымыздар. Ал ағайын, мынау қабыл болсын. Осы былтыр бізге келіп түскен хабармен Астана мен Алматының ағайындар жиналып, елдегі осы Қырғызалы қара шаңырағында ас беру бұйырған екен. Осы бір 5-6 айдан бері дайындығымыз болып жатыр. Мына басталып жатыр, Алла бұйыртса. Енді Алла бұйыртса ертеңгі жаңағы үлкен құран ертең болады. Соған да қатысыңыздар, арасында болыңыздар. Осылай ағайынды бір-бірінен алыс кетірмей жинақтап отыратын осы бір дастарханымызды жайып асымызды беру ғой. Ал бүгінгі ас қабыл болсын. Құрбан айттан төрт көзіміз түгел жете берейік. Елге амандық, жұртқа тыныштық, кім болса да ел басына сабыр берген заманда осылай той-тойлап жүрейік ағайын. Амандық болсын. Сөз кезегін берем, біздің осы Қырғызалы ата руының төбе биі бар, мейрамбегіміз отыр. Сол кісі болса сөз берсек. Сонан келеге ары қарай жалғастыра береміз. Өзіміз арнайы. Мынау ата-бабамыздың кіндік қаны тамып, өз жерден өсіп, өрбіп, өз жерден ел боп тараған екенбіз. Өз жердің әлі бүгінге шейін егелік етіп, иісі шығып, Қырғызалы атаның өз жердегі 4 баласы бірдей орын алып, бір өзеннен су ішіп, жаңағы өз жердегі барлық іс-әрекеттерінің барлығын түгел әйтеуір осы дамыған елдің қатарына қосып, өз жерден мектеп ашып, өз жерден мешіт ашып, өз жерден жаңағы осы балдардың ұрпағының білімді болып шығуына соның бәріне түгел себеп болған өз жердің бұлағының суы, өз жердің жерінің иісі, өз жердің шөбінің иісі, соның бәрі шыққан, бізден осы даналар шығарған. Соның біреуі мынау Дүкенбай Досжан бүкіл дүние жүзіне аты шыққан, жаңа мына жерде 20 елге мысалы 20 тілге жаңағы несі аударылған кітаптардың бәрі түгел жалпы алғанда осы Қазақстандағы ең оқырманы жоғары біздің жазушымыз осы біздің Дүкенбай ағамыз. Енді бұл кісіге біз арнап беріп атқанымыз осыдан оның алдында да 1 жыл бұрын осы мәселені жаңа қойған кезімізде осы дүкенге биыл жылды берейік деп осы жерде ұйғарылған болатындығын шешім әрине осы орталықпен бірге шешілді. Соның бәрі солай етіп осы бір кездескенде ардаққа осындай біз сондай шешім қабылдадық. Енді осы ағамыздың оқулықтары болса, ел білмейтін жаңа қолжазбалары болса, мынау қазіргі уақыттағы заманауи мынау жаңағы недегі интернеттегі бүкіл жазбалары болатын болса, соны халыққа таратайық. Өйткені бұны елде, терең елде мысалы біліп жатқан адамдардан гөрі білмей жатқан жастарымыз әлі молынан екен, соны солай құлақ қағыс қылған тұғым. Енді солардың бәрін түгел мүмкіндігі болатын болса таратайық. Жаңа мектепке де кітап таратып кетіп жатыр, басқа қылып жатыр. Бұл дегеніміз мысалы біздің осы ағамыздың жалпы алғанда дүние танымға, осы адамзаттың
өркендеуіне, өсуіне қосқан үлесін жалпы жұрт білу керек деп есептеймін мен. Сондықтан біз ағамызға әлі басымызды иеміз, құрметтейміз. Осындай азаматтың барына, осындай азамат біздің ұрпағымыз екеніне біз үлкен мақтанышпен айтамыз. Ал енді мынау Алматы мен Астанадан келіп жатқан жігіттерге осының бәрін түгел ұйымдастырып жатқанына шын жүректен алғысымызды айтамыз. Өйткені өздеріңіз ар жақта болатыныз, мына жақта соның бәріне түгел ортадан жаңағы осы жердің жігіттерін тауып, басқаны тауып, оның бәрін түгел істеп жатсыздар. Әрине бұл істеліп жатқан тірліктің бәрі түгел бабаларымыз үшін. Осы мынау дүрбелең басталғалы бері мен айтқым келеді, мысалы, осы бабалардың бәрі түгел басын қылтитып қарап тұрғаны сөзсіз. Мыналар биыл да жасар ма екен, не істер екен деген сияқты мәселені. Сондықтан биылғы мынау істеп жатқандарыңызды ертеден келіп мынау осы жерде дайындығын көріп, мынаның бәрін түгел жаңартып жатқандарыңызға осының барлығын түгел бабаларымыз енді былайша айтқан кезде бір аунап түсіп жатыр дейді. Әйтпесе соның бәрін түгел көріп біліп жатыр. Артынан осындай жалпы алғанда ұрпақ қалдырғаннан мен бұл кісілердің өзі де былайша айтқан кезде үлкен жаңағы алғысы мен рахметін, әйтпесе осы ұрпаққа деген өздерінің ырзашылығын білдіріп жатқан болу керек. Сондықтан ал енді мынау барлық осы жерге келіп отқан азаматтарға Шымкенттен келіп жатыр, Алматыдан келіп жатыр, басқа неден келіп жатыр, мынау терең Жетісай жақтың ертең азаматтары келеді. Солардың барлықтарыңызға мынау жолдарыңыз болсын, ата-бабамыз қолдасын, бастап жатқан істеріңіздің барлығына түгел Алла сол кісілердің жаңағы демеуі болсын. Сондықтан мынау қай уақытта болмасын, біз осы бабамызбен өстік, бабамызбен жетілдік, осы кісілермен бірге өркендеп өсеміз. Осы тарихқа да, мысалы бізден кейінгі ұрпаққа да мысалы осының бәрін түгел танытып қалдырамыз. Сондықтан ұрпаққа біз енді мынау біз бұның ішінде біз қырғыз әліміз, біз осындаймыз деп көрініп жатқан нәрсе емес. Жалпы ұрпақ білсін деген дүние. Сондықтан осыны жеткізе білу, түсіндіре білу, құлаққа сенімді етіп жеткізу, одан кейін көзге көрікті етіп жеткізу, осының бәрі түгел бүгінгі осы заманда өмір сүріп жатқан бізге жүктелген болу керек деп ойлаймын. Арман қарай ұрпақ ол да өздерінен көргенін істеп, өзден аса түсетініне менің ешқандай күмәнім жоқ. Сондықтан барлықтарымызға басқан қадамымыз құтты болсын, бабаларымыздың әруағы бәрімізді қолдасын. Рахмет сіздерге. Allah'a bugün baslarımızdan bozuldu. Ağzarlı antımaqlıyet mekanında bu narseni Rasul'dan beri atap geliyordurlar. Atabamızın ervahını baslarga Kur'an okup, жылда bir ret basımız olsa осы ашылғалы бері мен осыға қатысып келе жатырмын. Мінекей біздің білмейтін жерімізді, жас балдардың келешектегі оларға мына жерде қандай ата-бабамыз жатыр, мынада қандай әулие бар, осының бәрін мына балдарға айтып келе жатырмыз. Ал енді бүгінгі тірлік мынау Алматы мен Астана беріп жатыр. Рахмет мына жинап. Біз осы Көңбай Досжановпен мен осы ынтымақта бірге болдық, бірге жүрдік, жұмыс істестім бірге. Мына Жамал тиіштік. Ислам бәріміз осы ынтымақта өстік. Онымен бірге жұмыстас болдық. Біз ол кезде колхозға жарайтын, жұмысқа жарайтын адамдардың бәрін жұмысқа шақыратын. Сонда біз колхозға шөп оруға сол кезде көмек беріп, соны бірге жүрдік. Ал енді ол бәріміз осы неғана екен, мен ол жақсы білемін. Енді көргенде жаңағы басқа менімен бір неғана енді біз осы Алматы кетті, істеді, оның жаңа шығарған кітаптарының бәрін оқып жатырмыз. Мінекей ағайындар, білмейтін нәрселерді бәрін біліп жатырмыз. Не айтамыз? Осындай тірлік жалғаса берсін. Рахмет. Одан кейін үлкен сөздер. Söylediğiniz katlı çıkarmasa mı isteyeyim?
Бәріміз ықылас беріп тыңдаймыз ғой сізге. Микрофоның қайда? Бүгін жай шағын қонақ Әр уақыттар мен иттен алмадым ғой деймін. Мен ағайын. Мынау қай жылы басталды осы тірлік. Осында отырған мынау ұйымдастырушылар отыр үшін. Мынау Мейрамбек, мынау Серікбар, тағы да басқа ағайындар. Осы жылда осылай ол атап өтіп жатыр. Біздің аталарымыздың ұрпақтары ретінде біздің аталарымыздың жасаған тірліктері жөнінде ұялатын ештеңеміз жоқ. Осы біздің Қырғызалы әулетінің қайсысы болсын дейді. Керемет, тамаша қызмет жасап жүрген, аты шығып жүрген, елге белгілі азаматтар жетеді. Мысалы, бәрін білеміз, біразын білеміз енді. Әр жерде жүріп жатыр, Астана, Алматы, барлығында да жүріп жатыр. Мен өзім сонда қуанамын, Тілеген дұрыс айтып. Біздің аталарымыздың мынандай жерді мекендегені, құланшы, ынтымақ, тамаша жерлер ғой, көріп тұрсыздар, бүгін біраз аралап көрдік. Мынандай жерде, мына шөпті, мал тұрмақ, адам жейтін шөптер бар екен. Керемет тамаша. Бір тамаша болған екен, бейіл жаңбыр көп болған дейді. Осы да жердің мекендеген біздің ата-бабамызда қандай керемет болған. Барлығы. Олардың ынтымағы, жарасым бар. Бір-біріне деген қамқорлығы тамаша болған. Мен сіздерге бір-ақ нәрсе айтайыншы қазір. Қазір көп ата-ана айтатын жаман сөз. Бір-бірін даттау, сынау, мінеу, алағаттау. Соның әсері балдарға беріп жатыр. Қазір балдар қатыгез. Байқайсыздар ма? Ешкімді аямайды, бір-бірін аямайды. Міне осыны ана кездегі аталарымыз қандай болды? Бір-бірінің бәрі құрметтеп, сыйлап, жасы, кішісі үлкені кішісін қандай керемет тамаша заман болған. Біз айырылып қалдық осыдан. Сондықтан осы жағын мен еске алу керек, мұнан болмайды, мынау кетіп барадыр сәпсен, бетімен кетті. Күнде бір бәле естейсің. Ал енді жаңағы жылды Дүкенбай ағаға арнап атқаны өте жақсы болған. Мен Дүкенбай ағаммен біраздан бері білем. Алматыда көрдім, Қызылордада да көрдім. Тіпті мен қызмет жасап жүрген Жалағаш ауданында да көрдім. Осының талай әңгімесін естім, қасында бірге болдым, әңгімесін тыңдадым. Бұл кісі десебетіне жаңа айтылып жатыр ғой. Мақты деген жазушылар Керім Белгір, Әбіш Кекілбаев, Мұхтар Мағауин, тағы басқалардың пікірлерін оқысаңыз, Дүкенбай ағаны керемет мақтайды. Нағыз еңбекқор жазушы. Ең көп оқылатын жазушы деді. Былтыр Әбжан Құршанов ағамызға әңгіме арнап. Ол да керемет болды. Мен қатыса алмай қалдым. Тамаша өтті. Мен естіп, Мейрамбектен басқалардан өте жақсы өткен, керемет болған. Ал енді бұл үшін де керемет болды ғой енді. Тамаша аты шықты, елдің атын шығарды. Мысалға, мен бір-екі эпизодты айтайын. Мынау Жалағаш деген ауданда мен қызметте жасап жүрген кезде, осыны ауданды басқарған Далдабаев Сәмит деген кісіні білесіздер бәріңіз. Сол кісімен керемет дос болды, сыйлас болды. Содан Жалағаш ауданының әкімі, мен сондамын. Сол шақырды бір күні, демалып кет дегенім ғой. Келді, сол кісі үйінде сыйлады, біз сыйладық. Содан сол тапсырмаға сәйкес Ағарық дейтін ауыл бар, Сапқоз. Сол кезде Сапқоз болады. Соның директоры Мұстафа Мамытов деген жігіт болды. Омеке білесің? Білем. Соған тапсырған ғой. Ол барды да, Ағарықтан барды да көлдің жағасына керемет үй тік қойды. Енді нешеғана деген білмеймін, үлкен айту. О кезде Дүкенбай аға Сәуле жеңшемізбен қасында екі қызы бар, төртеуі бар.
сол жерде 10-15 күнде сыйланды, көрді, қызықты көрдік жағасында. Сонда менің байқағаным, ағай қай кезде барсаң да қолында қаламы, қағаз. Кішкентай қолы осылса жазады. Неге дейін баққор, жаңа айтып отқан әңгіменің бәрі рас қой. Керемет. Бұлайша отырып алып, әңгіме соғыс жоқ, тек бірдеңе жазып отырады. Сол еңбекқорлықтың арқасында дүние жүзінде белгілі болды. Сол ағайды сол жерде күтіп, шығарып салдық. Шығарып саларда бір қызық жағдай болды енді сізге сіздерге бір осы естелік ретінде айтып отқаным. Бұл кісі через Келінтөбе совхозы арқылы Сарыағашқа баратын болды. Сарыағашқа билет алыпты, путевка алған. Содан бізге тапсырды. Біз милицияның бастығымен сөйлесіп, бір машинаның бәрін қасында ГАИ қызметкерін қосып берді. Сопровождение, анаяққа апару. Содан жаңа ГАИ-дің қызметкері маған келіп айтады, осындай сот төрағасы машина дайын, мен де дайын, шығарып саламын, апарамын дейді. Сол үлкен байға көріп айтады ғой, сенің абыройың сонда ғой. Мына қарап, мен көрмегім қандай. Сөйтіп сондайда қызық болған еді. Сол ГАИ-дің қызметкері машинамен Келінтөбеге алып барып, Келінтөбеде өзі әжеміз тірі, Жәмил әжеміз Базекеңде бар өмірде. Сөйтіп сөздерге барып, әрі қарай Сарыағашқа орналастырып барып келдік, айтты ғой. Апарып тапсырдым маған. Бәрі жақсы болды, орналастырды. Осында бір эпизодтар бар. Тағы басқа тірліктер бар енді, оны басқа ретте айтарымыз, созылып кетер. Сіздер тамақ жейдіңіздер. Сондықтан мынау бастама өте тамаша. Мейрамбек, осы ұсыныс Мейрамбектен шықты. Жылда бір Қырғызалының әулетінің бір керемет жақсы кісісін соған арнай бір шай ішіп, тамақ ішіп, бата жасап кете бермейді. Бұл тамаша. Молодец. Мейрамбек айналайын. Өмір тұрған жетіп. Алла абырой берсін саған. Иә, жаның жамандық көрмесін еш уақытта. Сен осының арқасында қаншама алғыс албақсың жұрттан. Тамаша керемет. Бастамаң, жалғастыра бер алға. Алғысты бүгінгі ас бергендерге беріміз айтымыз керек. Алғыс ас бергендерге, иә. Астана, Алматы деген өз алғыс тұрады, ауылда. Бірақ байқаймыз, өте жақсы дайындалған. Керемет, бәрі келіп атыр, беріп атыр. Соттан жігіттерді көріп отырмыз келген. Бәріңізге рахмет. Өзі мұндайда ұйымдасудың өзі де оңай емес. Біз басымыздан өтті ондай. Кешіріңіз, осы арқылы біз қанша ағайын танып қалып отырмыз? Қанша ағайын танымадыңыз. Дұрыс айтасыз. Мен мысалы біразын танимын, сен Мейрамбек, сен не алмайтын шығарсың. Мен біразын көпшілігі білеміз. Сондықтан Алла аманшылық берсін, мынау беріп жатқан ас қабыл болсын, ұрақтарыңыз асыл болсын, дендеріңізге саулық, мына әулетіміздің bizim ағайынымыздың абыройы биіктей берсін, жақсылықтар көп болсын, соны куәсі болып жүре берейік. Енді мен бір кішкентайғанда одан да біразы бұрын келді ма, келмеді ма, бұл жердің қандай екенін бір шамалы тарихқа тоқталғым келіп тұрды. Burada өзі, мынау ынтымақ дейтін өзен біздің осы Қырғызалы ағайынның өзені, Именной. Осы өзеннің бойында, осы 4 ада Қырғызалы осының бойында өскен. Осы мынау қазіргі ең дәлелі бір басқа бірде бір ұру болмаған burada. Бізде тек Қырғызалылар ғана осы әулетте болған осы жерде. Өйткені бейітте тек Қырғызалылардың бейіті бар burada. Басқа бірде бір жаңағы басқа рулардың бейіті жоқ. Тек біздің Қырғызалылар ғана болған сонда. Осы мысалға осы 4 ата осы арада мысалға мына жерде көбек болса, мына жерде Абыз болды, мына жерде Жәдік болды, ар жерінде Сыбан болды. Осында 4 атаның бойында, осы бейіттің бойында орналасқан бейіттер. Енді burada мен білетінім, бірақ бейітті жаңа нелер бар екен, қосымша бейіттерде, шешендер бар ғана. Шешендердің бейіті осы қосылып, осы Сыбандардың қасына жерленген еді. Енді сондайлар бұл жер біздің ата-бабаның жері. Ең менің нәрсе осы ата-бабаның жерім. Енді ұрпаққа, кейінгі ұрпаққа кім осындай жеріміз бар, осындай еліміз бар деп кім айтады? Кім оны бізді жеткізеді? Ол енді өздеріңізді, сіздерге біздер ғой жеткізеді. Осы ұрпақ жеткізеді. Ол енді біздің парызымыз енді, ол енді үлкен парызымыз.
Ол ана жерді көрсін, елді көрсін, ата-бабаның жерін көрсін, кімге болғанды да ыстық қой. Осы арада мысалға барлық 4 атада осы арада болған. Ауызбіршілікте болған, сөзділікте болған, сыйластықта болған, бәрі жақсы. Енді бір-ақ нәрсе менің айтатыным, осы арада мысалға ынтымақ дейтін колхоз болды. 28 жылы құрылған, 1928 жылы 57 жылға шейін болған. Сол осы елді мекенде 110 үй болған екен. Осы арада мектеп болған ағайындар. Осы арада мешіт болған. Енді шындығында біз енді бір қарыздарымызды өмір айтып жүреміз. Бақыр Мағзым деген бізде қожа болған. Сол Бақыр Мағзым осы араға қожалық жасап, осы мешітті де сол Совет үкіметінің тұсында сол мешіт ұстаған адам сол кісі. Мешітті бізде сөйтіп осы арада болған. Оның үстіне білесіңдер ғой енді, колхоздастырудан кейін арызды қазақ деген бірінің үстіне бірі арыз жазады ғой. Бірін анау жамандайды, бірін жағалайды. Сөйтіп қалай колхоздың председательдері, қалай осы жан-жағымызда колхоздың председателі, ынтымақтың колхоздың председателіне шейін соттап жүрген. Өзінің еліндегі адамдар арыз жазады ғой. Біздің еліміздің, Қырғызал ағайынның 6 атаның ішінде көп болатыны, бізде осындай жаңағы жала жауып соттату деген болмаған екен. Кімнің арқасында? Сол Бақыр Мағзымның арқасында болған екен. Сол кісіге бәрі тұрған, сол кісінің бәтесін алып үйлендірген, сол кісінің бәтесін алып қыз берген, соның арқасында осындай ынтымақ береке болған. Сондықтан біз үшін киелі жер еді Қырғызалы ағайындар. Сондықтан бұл жерде әр уақытта біз енді кейінгі ұрпағымызға осы жеткізіп тұруымыз керек. Менің білетінім. Ал енді сол осы арада қай жерде жүрсек те, қай жерде жүрсеңіздер де, енді Астанада боласыздар ма, Алматыда боласыздар ма, басқа жерде боласыздар, оңтүстікте боласыздар ма. Қанша дегенмен енді біз енді осы әкеміз осы жақта туғаннан кейін, оның бабамыз осы жақта туғаннан кейін, мысалға біз жасымыз келді, осы жаққа жылына бір рет келіп, ата-бабаны аралап, осы кеткіміз келіп тұрады. Туған жерді көргіміз келіп тұрады. Биылғы сіздердің несібелеріңізге, астаналықтар мен алматылықтардың несібесіне биылғы жыл өте ерекше болып тұр. Мен енді биыл тауға шыққан жоғым, жаңағы қос еңкіде бермен қарай шықсам, жап-жасыл ғой жердің бәрі, жап-жасыл. Қандай рахат. Шаң жоқ. Шаң жоқ. Мәшине. Шаңқы батқан шаң жоқ. Қандай жақсы. Ал енді Құдайға шүкір. Мен енді кейбірде кешіріп дейміз ғой, біз енді адам болғасын пендеміз ғой. Бізден Қырғызалыдан Қазақстанның төңірегінде атақ шыққан көп. Біраз жігіттер бар, 30-40 адамдар. Соның ішіне бүйтіп қарасам, осы соның атақтылардың бәрі қазаққа белгілі, Қазақстанға белгілі атақтың бәрі, сол атақтылардың бәрі тура осы ынтымақта туған екен. Бәрі. Ол бөлек емес, доктор науығы бола ма, медик бола ма, ол жаңа филолог бола ма, ол жазушы бола ма, ол басқа бола ма, ол бәрі осы арада, әншіге шейін осы арада шыққан. Бексұлтан Бәйменшевтің өзі туған жеріне келді. Не жерден? Бәрі осы жерден киелі жер демей қайтып айтасыңдар. Киелі жер болды. Осы жерден осы кейін кезде мен айтамын, не болды бұлар? Баяғы қос ынтымақтағы қасиетімізден айырылып қалдық қой. Кейінгі ұрпақтарымыздың бұл майдаланып баратырмыз да, не болып баратыр деп қоямын. Сондықтан сендер ұмтылыңдар, ата-бабаның несі деп жатырмыз. Енді ол еңбекке де біздің адамдар жақсы болған. Мысалы, Жаңақорған ауданында 8-9 ғана герой сот сұрда бар. Соның 5-еуі Қырғызалы ағайын. Енді соның өзі біздің генетический потенциалымыз қандай екенін көрсетеді ғой. Сондықтан енді осы генетический потенциалымыздан айырылып қалмауымыз керек. Жақсы ұрпақ тәрбиелеуіміз керек. Жаңа мен әбекеңнің айтқанына өте қосыламын. Балалардың тәрбиесі осы сіздерге біздерге байланысты. Басқа ел үшін жауап бере алмаймыз, но бірақ өзімізден тараған ұрпақтар үшін жауаптымыз. Өзіміздің баламыз үшін, немереміз үшін, туысқанымыз үшін, бауырымыз үшін. Соларды тәрбиелеуге біз атсалысуымыз керек. Солардың ішінде дарындылар бола ма, басқасы бола ма, соны қолдауымыз керек. Соларға мүмкіндік жасауымыз керек. Қызмет істеуге де, жұмыс істеуге де, оқуға да бәріне мүмкіндік жасауымыз керек. Біздің сонда ғана біздің ұрпағымыз ертең бізден де мықты ұрпақ пайда болады сол кезде. Біз енді міндетіміз, біздің үлкендігіміз де, біздің азаматтығымыз да, әкелік парызымыз да, бабалық парызымыз да. Сондықтан бұл осы жағында ойларыңызда болсын. Ұрпақ тәрбиелеуге қысқарт сөйлейін деп жатырсыз ғой жаңа. Қысқарт сөйлейін деп жатырсыз. Қысқарттым ба болатын шығар енді. Сондықтан енді біздің ұрпағымыз таратып отқан мен тағы да бір нәрсе қосылғым келеді. Ұрпағымыз осы отқанда келіндерге, қыздарға бәріне рахмет айтқым келеді. Енді сол осы ұрпақты тәрбиелейтін де, осы ұрпақты дүниеге келетін де осы аналар.
Сондықтан аналарды ұмытпауымыз керек, қай уақытта болса да. Сол аналар кім шешесін жек көреді? Кім шешесін, әкесінен бұрын шешесін айтқан істейді. Қай уақыт, қай бала болғанда. Сондықтан шешені қадірлейік. Біз ол шешені қадірлеу арқылы біз балаға да жағамыз, әйелге де жағамыз, қызға да жағамыз. Сондықтан біз осы қыздарымызды, балда келіндерімізді, аналарымызды қадірлейік. Бұл жағынан енді спор етемейміз сізбен. Енді үлкен бір мәселе айтқым келіп тұр. Бізде енді дүкеннің болғанда мен ырза болатыным, дүкенге жағдай жасаған, мен Сәуленің қасында болдық қой, Сәуле жеңгемізге мыңда бір рахмет. Енді Сәуле жеңгеміздің қанша жылын берді, сонда болдық. Мейрамбек білесің ғой? Қандай қылып өткізді. Бүкіл парламенттің, үкіметтің председателінен басқаның бары бар. Жазушылардың, Әбіш Кекілбаевың да басқасы да бәрі болып отыр. Енді сонда да қандай, мына жолшыбектер рахмет, бізді күтіп алып жатыр, бәрі шығарып салып жатыр. Менің таңғалғаным, кімде көрді ғой. 40 күнде 40-ына бардық қой. 40 күнде 40 өлең шығарыпты Сәуле. Дүкенбай үшін. Дүкенбай ағамыз үшін 40 күнде 40 өлең шығарды. Ол қандай келін, қалай Сәуле, қалай біз Сәулені қиyaламыз. Соңында ата, оған да рахмет. Енді жағдайын жасаған ғой дүкеннің. Дүкеннің жағдайын жасаған өзіміз көрдік қой. Дүкеннің асты үстіне түсіп, осы барлық жағдайын жасап отырады ғой. Ол аяғын қимылдатпайды. Сондай адамды сол Сәуледен көрдім, одан кейін Әмірдің ағамыздың үйіндегі Патимадан көрдім, осы екеуінен көрдім. Патимада ғой, аяғы кетіп бардықанда туплиына шейін сүртеді ғой жұмысқа баратқанда. Рахмет келіндерге бәріне. Сондай ұрпақты арман қарай жалғастырып жатырмыз ғой. Сондықтан ұрпаққа ие болайық, жігіттер. Жерімізді ұмытпайық, елімізді ұмытпайық, ағайындығымызды ұмытпайық. Қай уақытта болғанда кімсің дегенде қазір бөлінбейтін қазақ жоқ. Айтпайтын руын айтпайтын адам жоқ. Қырғыз алым десеңдер ұялмай ата аласыңдар, қырғыз алысыңдар. Қоңыраттың ішінде қырғыз алысыңдар. Әулеттерің жаман емес, Құдайға шүкір, сол арман қарай әулетіміз мықты, жақсы болсын. Өмеке, ертеңге де қалдырмайсыздар ма? Ол қалдырамыз. Құрметті ағайын, мынау Жолшыбек бауырымыз санау Астанадан келіп, бүгінгі асқа қатысайын деп, ертеңде осындай жиыны бар. Соған арнайы бүгін келіп осы жерге қатысып кетейін, елдің ішін көрейін, жерді көрейін, осы жердегі мынау ағайын туыспен жүздесейін деп келіп отыр. Мен енді осы жаңағы астаналықтардың атынан осы жүгіңі сөздің кезегін бергім отыр. Жолшекеңе. Жолшеке сөздің кезегін өзіңіз алып, мынау жігіттерді ұйымдастырғанда басында бәрінде қасында жүрсіз ғой енді бәрінде. Үлкен рахмет. Біріншіден бүгінгі қасиетті құрбан айтымыз барлықтарыңызға құтты болсын. Пендеріңізге сау тілеп, Алла тағала осы төрт көзімізді көріп, қатарымыз жоғалмай, келесі жылдың құрбан айтында кездесіп алу нәсіп етсін барлықтарыңызға. Мынау Астана, Алматы деп бізге мынау Мәкең президентіміз Қырғыз залының осындай күзде айтқан еді. Осы сіздер ұйымдастырыңыздар енді деп. Бізде Астанада азын-аулақ үйіміз, Алматыда да біздің ағайындарымыз азын-аулақ. Бізге оңай тиген жоқ, шын айту керек. Бәрін айту керек, өйткені осында ағайын болып жиналған. Сол астаналық, алматылық өздеріңіз бар осындағы ағайындар, барлықтарыңыз ат салысып, осыны ұйымдастырғанға барлықтарыңызға рахмет. Өйткені жалғыздың дауысы шықпас, жаяудың шаңы шықпас деп айтады қазақта. Сондықтан осылай бірігіп, осылай ата-бабаларымыздың рухына арнап, Құран оқытып, сол мынау бүгінгі құрбан айтымызға сәйкес келіп, соған ұштасып жатқанына бәріміз қуанып жатырмыз, бәріміз көріп жатырмыз. Сол Астанадағы ағайындарымыздың қаншасы келетінін ертең білмейміз енді, бірақ келетін шығар, бәріне хабар жетілген. Келсін дегеніміз бәрі келіп ағайындармен танысып кетсін деп. Сол қай жерде болса да, осы бірінші әруақтарымыз риза болсын, жатқан жер жарық, топырақ торқа болсын. Енді Дүкенбай көкеміздің мынау жылына осы жылға қосып атап өтіп жатқанымызға біз де қуаныштымыз. Өйткені соңғы жылдарында көкеміздің қасында жүрдік, Астанада бірге жүріп, әйтеуір осы көкемізге сәл де болса көмегіміз тисін, қасында жүрейік, іні болайық деп жүрдік. Ол кенеттен қайтыс болып кетті. Ешкім ойлаған да жоқ, жүгіріп жүрді.
көкеміз бір моментте сондай болып қалды да. Сондықтан осы көкеміздің жаңағы айтып жатқан ағаларымыздың, осындағы аналарымыздың айтып жатқан осы көкеміз туралы бәрі өте ризамын, естіп жатырмын. Сондықтан ол кісінің де жатқан жер жақ топырақ торқа болсын, артынан қалған ұрпақтар аман бол, дендері сау бол. Артынан қалған осы біздер шығармыз, ұрпақтар бәріміздің осы аруақтардың. Сол аруақтардың ұрпақтарын жалғастырушы біздер болғаннан кейін әрқашанда осы аруақтарды еске алып жүрейік, ұлағаттап жүрейік, көтеріп жүрейік. Осындай бауырларымыз, ағаларымызға рахмет, осындай направление жаңа беріп, осылай жасайық, жыл жасайық деп қарап тамақ ішіп кете бермейік, бір-бірімізді біліп жүрейік деген осы сіздерге рахмет. Сондықтан біз астаналықтар енді алматылықтармен бірігіп осы дастарханды сіздер үшін жайдық. Осы інілеріміз бар, осында соған атсалысып басынан бастап жаңа бірінші қаражат керек қой бәріне. Сол қаражатты жинап күн-түн ұйықтамай атсалысып жүрген осында мына келіп отыр бауырларымыз жаңа Анарбай, Жантас, тағы да басқа Астанада бауырларымыз бар, Алматыдағы бауырларымыз мінекей. Солардың бәріне рахмет енді, шын айту керек. Осынша дүниені ұйымдастыру оңай емес. Өлі алыс жерде, 1600 километр жерде. Сондықтан осындай ауызбіршілігіміз еш уақытта жоғалмасын. Бәріміз жақсыда қуанышта келсек. Ассалаумағалейкум ағайындар. Мен өзім Кентаудан келіп отырмын. Атамыздың басына. Мынау Алматы Астанадан келіп отқан қонақтар ас беріп отқандарыңызға рахмет. Жылдан жылға беріп отқан астарыңыз қабыл бола берсін. Өзім сөзге шорқақ та берейін. Мынау таныстығым, атым Мақсұт болады. Кентауда тұрамын. Ата-бабамыз осы неден шыққан ғой осы жақта. Қосен. Атамыз Сүлеймен деген кісі. Бұл жерде Сопын Саз деген жер бар деп естігім. Бекен Сүлеймен ба? Жоқ. Сопын Саз деген жерде білмеймін өзім. Жадық. Рахмет. Ассалаумағалейкум ағайындар. Алматы Астана. Қаттас беріп жатқандарыңызға рахмет. Бұл кісілер бірау дұрыстап таныстырып жібермесе негізі ағайындар бас қосылғанда бір-бірін танып білген жоқ шығар аталарын. Мысалы енді ана кісінің жат қырзал болса, тәкендер аралап зерттеп, оны тауып кім екенін зерттеп айта береді ғой. Мына алтынды қайда? Алтын берші десең. Мынау Өзбекстанға көшіп кеткен ғой, енді жаңағы біздің Қибасардан тараған Паң деген көкеміздің Үншібайдың Жолбарыс деген баласы болған. Жолбарыстың баласы кішкентай баласы. Мынау немересі бер жағында Шымкентте тұрады. Мынау Өзбекстанда. Сол кісілер енді мынау елге жерге келіп Піскен районы. сол бір ауыз тілек айтып деп отыр. Кім екенін айтып келейік. Не дейміз? Деген Өзбекстаннан қатты үйлемейді негізі. Айда. осындай кең дастарханда, кең шаңырақта қосылып жүре берейік. Не дейміз? Құтты бола берсін осы нелер. Танысуымыз құтты болсын. Танысуымыз құтты болсын. Бүгін бегі ашты деп келіп, басына Құран оқып сөйтіп осы тауын бәрін бітіріп кетейін деп келіп тұр ғой. Туысқандарым. Мен ең жақын көкем алып мен жалды айтып. Яғында үйде отырып, мына шежіремен бәрін түсіндіріп айтқан ағайындар. Бірақ мына елді көрсін, жерді көрсін, ағайын ұрсында таныстырып. Өте керемет. Иә. Жазақ не Шымкентке қосыласың ғой ақша жинағанда. Ол жақта талай ел бар. Ташкент жақтан Астанадан Таныса береміз. Бас қосылып жатыр. Өткені де айтып қой, ескертіп жатыр. Кеш болып бара жатыр деп. Сондықтан біз бата сұрайық та қалған танысуды қалып айта береміз. Шай Ол тілеге сіз аяқтайсыз. Біреуің айтыңдар енді.
Dastaqanın baylağını versin, eline sağlık olatasın, amandığını istegen tüfeği kabul olsun baldardır. Muratlar asıl olsun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحم نبينا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متكلم وشهد فوز اصنعته ورحمنا خرج الله تعالى خرج sabahın köbeğe biladık yani hafızlar muhtarına tam balaşlarına insan oldu. Vergen sadaka oldu, muratlar aşk oldu. Yallah onun rahmet, mağfiret Allah. Ne kalmır atarsın. Allah